Кеш жарық, қайырлы түн, құрметті қазақ елі, сәлематсыздар ма? Менің есімім Алтынгүл болады. Қарағанды облысы Осакаровка ауданы Сарыөзек ауылының тұрғыны болып келем. Жолдасымның есімі Болатбек. TikTok аккаунтта өзгеріс өзінен басталады атты аккаунтпен жүрген ер азамат. 2025 жылы 26 ақпан күні біздің үйге бір топ құқық органдары келіп, баса көктеп кіріп, қолдарында қару, кісенмен кіріп, жолдасымды ұстады. Жолдасымды ұстағанда жолдасым оларға ешқандай қарсылық танытқан жоқ, немесе үйден қашқан жоқ, оны қылмыскер ретінде ұстауға келіпті. Жаңағы қазақ елім, қазақ халқым, қазақтың болашағы жарқын болсыншы, қазақ жастары жарқын болашақта өмір сүрсінші. Балаларымыздың болашағы жарқын болып, елімізде барлық бар байлықты қолдана білсінші деп жаңағы эфирде шырылдап жүретін, елдің мұнын, жалпы халқымызға не қажет екенін айтып жүретін, бірлікте болайық, барлығымыз жаңағы талап етіп, осындай біздің құқықтарымыз бар, осындай заттарды сұрайық деп, осыны алып қойсақ қайтеді, ауылымыз осылай көркейсе екен, жеріміз осылай көркейсе екен деп, жаңағы елдің мұнын жеп жүретін ер азаматымызды, жолдасымды, яғни ұстап алып кетті. Ұстап алып кету барысында біз ешқандай қарсылық танытқанымыз жоқпыз, бірақ кіріп келген кезде, жаңа қарумен кіріп келгенде өздеріңіз ойлаңыздаршы, қандай адам қорықпайды. Мен қатты қорқып кеттім, әйел заты болғаннан кейін, жаңағы не болғанын түсінбей қалдым. Ол сәтте жаңағы менің балам үйде болмағаны қайта тәуба деймін, сабақта болған. Кеше сағат шамасымен 3 алды күні болып бара тұрмын, бүгін түн болып кетті. 3 шамасында болған оқиға. Келіп, сондай жаңағы санкцияларын көрсетті, өздерінің жаңағы үйді тінту, бірінші жолдасымды, одан кейін үйді тінту. Мысалы, менің жолдасым жаңағы эфирде отырып, ашумен артық кетіп атқан, жаңағы артық кетіп атқан жері болса, олар жолдасымды ұстауға кету керек еді. Мысалы, жолдасым оларға ешқандай қарсылық танытқан жоқ. Ол қашқанда жоқ бір жаққа, жаңағы сондай 23 адам келіп ұстауға кеткендей, жолдасым ешқайда қашқан емес. Осы уақытта дейін эфирде сіз артық кетіп атсаңыз деп, артық кетіп атырсыз, келіңіз біздің жергілікті учаскелікке деп, жаңағы жолдасымды учаскелік жергілікті жаңағы учаскелер шақырып отыратын. Жолдасым ешқайсына бармай қойған сәті болған жоқ. Үнемі барып, жаңағы өзінің жаңағы тергеушілеріне жолығып, жауабын беріп отыратын.